Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Бүгінгі тақырыбымыз сезондық, маусымдық аллергия жайлы қозғалады. Баршаңызды эфирге шақырамыз. Және де осы бір сағаттың көлемінде аллергияның маңыздылығы, рөлі, аллергияның себептері, және де соны мынау емдеу тәсілдері, именно себептерін емдеу тәсілдері, осы бір сағаттың көлемінде жалпылама барлығын талқылап өтеміз. Және де эфир сақталады. Баршаңыз шақырамыз. Сол үшін осы бір сағатты өте тиімді пайдаланайық. Әрине бүгінгі мейрамдарыңызбен баршаңызды құттықтаймыз. Ертең Алла қаласа құрбан айт. Баршаңыздың дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, денсаулықтарыңызға қараңыздар. Так, енді бастаймыз онда. Кірген кісілер кіріп кете береді. Слайд бойынша айтып кете береміз. Так, бірінші слайдымыз біздің, мінекей. Яғни, сезондық аллергия. Маусымдық аллергия бұл жай ғана симптом емес дейді. Яғни, аллергия ол защитный функция деп айтады негізінде. Бүкіл ағзаңыздың іштегі болып жатқан өзгерістер, ішке түсіп жатқан неше түрлі уыттар, неше түрлі ауыр металл, неше түрлі бактерия, грибок дейді, неше түрлі паразитарны проблемалардың уыттармен біраз өзгеріс болып жататын болса, соған қарсы көрсеткіш тері арқылы, кілегей қабат арқылы шығып жатады, білесіздер, дисбаланс дейді, иммундық жүйенің дисбалансы. Ал иммундық жүйе 70% қайда орналасқан? Ол әлбетте ішекте орналасқан. Ішектің микрофлорасы, қалыпты кишечная флора, қалыпсыз кишечная флора деп бөліп жататынымыз. Бұған кішкене қазір тоқтала кетеміз. Соның ішіндегі иммундық гиперактивтілік дейді, жіті ішек өткізгіштігі, созылмалы қабыну. Осы жағдайлардың барына байланысты бізде неше түрлі аллергиялық процестер басталады. Соның ішінде тяжелый аллергиялық, аутоиммунды заболевание, тяжелый аллергиялық, геморрагический васкулит, болезнь Такаясу дейді. Басқа да диагноздарды қоя тұрайық. Біз бүгін сол сезондық аллергиямен кішкене сөз қозғаймыз. Өйткені анау жоғарыда көрсетілген диагноздардың жазылу процестері өте оңай тірлік емес, бірақ сезондық аллергия ол жазылатын процесс екен. Өйткені өзім сол диагнозбен кішкене ауырғам бұрындары. Так, келесі слайдқа көшейік. Так, келесі слайдымыз біздің, яғни жаңа айттық, ішек микробиомының рөлі дейді. 70% иммундық жасушалар ол ішекте орналасқан дейді. Яғни, мана айттық қой сіздерге, бүкіл аллергиялық процестердің, бүкіл аллергиялық ауру сырқау процестерінің емі ретінде негізгі көптеген интегративті дәрігерлер мынаған көп байланыстырады. Яғни өт, застой желчи дейді. Застой желчи. Өйткені өт дұрыстанбаса, өттің жұмысын нашарлайтын болса, әлбетте адамда паразитарлық проблема. Соның ішінде лямбля дейді, басқа деген құрттардың барлығы дамиды екен. Өт дұрыстанбаса. Өйткені бүкіл микрофлораның барлығын реттеп, ішек қалыпты кишечный флораның бәрін реттеп, тағамды залалсыздандырып, іштегі уыттарды залалсыздандырып отыратын осы өттің жұмысы өте маңызды дейді. Және де екінші ол осы ішек патогенді кишечный флораның аз дамып, мынау қалыпты кишечный флораның жақсы дамуы болып табылады екен. Сол үшін де именно ішектегі микрофлораны өте жақсы қалыпты сақтауымыз керек екен. Оған да қазір тоқталамыз. Сосын мінекей екінші микробиом бұзылса, иммундық жүйесі дұрыс реттелмейді дейді. Микробиом деп тұрғаныңыз сіздің ішектегі микрофлора. Ішектегі микрофлораның, қалыпты кишечный флораның жақсылап дамуына қазіргі таңда алда жақсы инструменттерді береміз. Және де немен сіз патогенді дейді ғой, мынау ішектің микрофлорасын бұзатын құрттарды, грибоктарды, аштықаларды, паразиттерді, лямбля дейді, басқа дейді, солардың барлығын немен күшейтіп, немен қоректендіретіндеріңізге де тоқталамыз. Үшінші антибиотиктер дейді.
естественно, білесіздер, бір рет қолданған антибиотик, бір курсын қолданғаныңыз, сізді 4 жылға артқа лақтырады дейді. 4 жылға бүкіл ішектің микрофлорасын бәрін қырып тастап, сіздің 4 жылдық запасыңыздың бәрін қырып тастайды дейді. Сол үшін міндетті түрде ең былай маңызды болмайды деген случай болмаса, антибиотикке мүмкіндігінше жолаудың қажеті жоқ деп айтамыз. Мүмкіндігінше. Себебі антибиотик ол жаман жасушалармен, жаман паразиттерменен жақсы керекті нәрселердің барлығын қырып жойып, полный атомды бомба тастағандай болады дейді. Түсіндіңіздер? Сол үшін антибиотикке жоламаймыз. Әрбетте қант, стресс, қант енді. Қант ол бүкіл паразитарный проблема, бүкіл грибок, бүкіл патогенді кишечный флораның былайша айтқанда азығы. Сол үшін де бізде көптеген айтатынымыз қанытты, мучнойды, глютены бар заттарды, фастфудтарды, быстрый углеводтардың барлығын азайтыңыздар. Газировкаларды азайтыңыздар, ішпеңіздер, мүлдем жоламаңыздар, балдарға бермеңіздер деп ойбайлайтын. Сондықтан неге? Өйткені олардың барлығы адамды ішінде жатқан бүкіл кишечный флора, патогенді кишечный флора, бүкіл грибок, аштыққа дейді, басқа дейді, соның барлығын күшейтіп, соның барлығын қоректендіріп, ешқандай емге былайша айтқанда бүкіл емнің барлығына төзімді, бүкіл емнің барлығын жүргізбейтіндей қылып тастайсыздар. Сол үшін кез келген уақытта жаңағыдай қандай дәрі-дәрмек ішсеңіз, қандай витаминный комплекс, қандай БАД ішетін болсаңыз да, осы қант жүйесін азайтыңыздар деп бүкіл дәрігерлердің жаңағыдай айтатын. Сондықтан стресс, әлбетте стресс дегеніңізде ол да жаңағыдай аллергиялық реакциялардың барлығын тудырған не қылады? Дисбиоз деген жаңағыда айттық, уже дисбаланс болады, ал ары қарай уже аллергиялық фондар басталып кетеді. Так, келесі. Енді қысқаша айтып кете беремін мен. Хорошо? Потому что біздің материалдарымыз өте көп бүгін. Так, келесі мінекей. Тамақтанудың маңызы дейді. Именно аллергиялық кезде. Жаңа айттық қой сіздерге, бірінші қант өнімдерін азайтамыз. Себебі бұл тамақтанудың маңызы не только аллергетиктерге, в общем, жалпы адамдарға арналған. Себебі ең бірінші қант. Қанттың қолдану қазіргі таңда бір соңғы 20-30 жылдың көлемінде бір 20-30 есеге көбейді десек те болады. Себебі күнделікті қорықпай балаға беріп жатқан бір стакан жаңағыдай кола немесе бір стакан макси чай, агуша деген тәрізді бергендеріңіз почти 20 қасық немесе 30 қасықпен бірдей, қантпен бірдей тең болып жатыр дейді. Түсіндіңіздер? Сол үшін де қантты азайту керек. Қант сахарозаменитель немесе кішкене медқа, немесе жаңағыдай вообще мүмкіндік болмай жатса, мынау сары қанттар болады ғой, соған әйтеуір өту керек дейді. Екіншісі ол әрине сүт өнімдері. Сүт өнімдері тоже самый қазіргі таңда ол былайша айтқанда азайту керек, аз мөлшерде. Өйткені біздің табиғатымызда дейді ғой, біздің табиғатымызда, қазақтың табиғатында деп көп адамдар қозғайды. Біз жылқының сүті, сосын мынау қойдың сүтіне көп бейім біздің геніміз дейді. Сиырдың сүті дегеніңіз, бергі заманда келген дейді негізінде. Өйткені атамызда бір сөз бар ғой, сиырдың еті, сиырдың сүті 40 жылдық ауруын шығарады деген бір мақал-мәтелдер бар негізінде. Сол үшін де біздің атамыз қазақ сиырдың сүті етіне кішкене алыстау болған. Сол үшін де сүт ішкіңіз келе ма? Я қымыз, саумал немесе жаңағыдай қойдың сүтіне қарай кішкене біздің неміз не екен. Ал сиырдың сүтін мейлінше доғар деп қаншама диетологтар, қаншама нутрициологтар айтуда. Себебі оның ішінде лактоза бар. Ол лактоза дегеніңіз, тем более сүт пен шай дегеніңіз бүкіл мынау буын-буындарының барлығын, бүкіл не дейді анау, сүйектің ішіндегі кальций басқаның барлығын вымывать ететін, бүкіл жаңағыдай сүйектің араларында кальциноз болып тұратын вообще бір шлак дейді в основном. Сол үшін де мүмкіндігінше сүт өнімдерінде тоқтату керек. Глютен енді
Бізде бұл бір таңсық еді бұрындары, қазіргі таңда таңдайтын болдық уже. Действительно, нан, глютені бар ма, жоқ па деген. Өйткені бұл нәрседе ағза мағзасына, жүрек қан тамыр жүйесіне, бүкіл система, бүкіл гормоналды жүйе, не только аллергиялық процесс, бүкіл 12 мүшенің барлығына нұқсан келтіретін өте зиянды нәрсе екен. Түсіндіңіздер? Глютен в основном нанда болады, кәдімгі күнделікті жеп жүрген нандарыңызда. Без глютена деп тұрғаныңыз ол диетический магазиндерде немесе басқаларда қолдануға болады. Енді оның бәрін таңдап жүрмейінше, мүмкіндігінше вообще мучной нәрседен отказ берген дұрыс екен. Себебі мен өзім бұрындары мүмкін емес деп айтатын едім, қазіргі таңда шүкір 90-95% вообще нан мучной өнімнен кішкене алыстадық. Дальше қуырылған жартылай фабрикант өнімдер. Қуырылған жартылай фабрикант өнімдер. Енді оның барлығы түсінікті, жартылай фабрикат дегеннің барлығы ол мынау нелер, колбаса, сыр, анау плавленый сыр дейді, басқа дейді, неше нәрселер. Оның барлығы білесіздер, краситель, оның барлығы білесіздер, басқа ет жоқ, басқа жоқ, белок, крахмал дейді, басқа дейді. В общем, оның барлығы адамға аллергия и адамның ішіндегі бүкіл процесстердің барлығын, аллергиялық процесстердің барлығын, патогенді кишечный флораның қоректендіріп, тамақтандырып, бүкіл ауру сырқауларды тудыратын бактерияларды жай өсіресіз. Былайша айтқанда, біздегі дәрігерлер айтады ғой, ішіңіздегі бактериялардың барлығы өнеді, өседі, балалы болады, немерелі болады, той жасайды дейді. Вот сондай нәрсе дейді. Өйткені бір адамның шегінде 2,5-3 килограммға дейін өлшейтін болсаңыз, патогенді кишечный флоралы анықталуы мүмкін. Оның әрине ол процесстердің біршама бөлігі жақсы бактерия болуы мүмкін. Әрине өкінішке орай қазіргі таңда біршама 70-80% көптеген адамдарда патогенді кишечный флораға айналып жатыр. Хорошо? Келесі. Так. Бұл емес. Так. Мынаны ұмытып кетіппін ғой жаңа. Жағымды тағамдар. Ол куркума, имбир дейді. Имбировый чай, куркума, омега-3, ашытылған өнімдер, кимчи, квашеная капуста, қышқылды айран. Неге оларды айтып жатыр? Кимчи, квашеная капуста, айран дегендеріңіз, ол полезны бифидобактериялар. Сіздің манағы біз айтып жатқан кишечный флорада орналасқан жақсы бактериялар. Олар керек бізге ағзаға. Көкөністер, дәнді дақылдар. Осының барлығын рационға кіргізу керек, рационда. Мысалға дамыған мемлекеттер, мына шығыс елдеріне, Япония, Корея, мысалға Қытайдың да несінде болдым жаңағыдай тағамдарында өткенде бардым. Бірінші соның арасында міндет түрде мынау ашытылған кимчи, квашеный, не только капуста, бүкіл көкөністің барлығын квасить етіп тастайды екен. Сәбіз бар, ішінде басқа бар, квашеный. Неге? Өйткені бүкіл адамның ішектік микрофлорасының барлығын күнделікті осының барлығы как пробиотик и және как пребиотик қамтамасыз етіп береді екен. Мынау шөп, шалам, укроп, петрушка деген тәрізді. Енді өзімізде бір анализ жасап көрейікші. Күнделікті біз шөп, шаламға, күнделікті осындай тамақтық рационымызға хотя бы 40%, 30%-ын кіргізбейміз ғой. Анда-санда жеуіміз мүмкін. Но сіз күнделікті осыған дағдылансаңыз, осы тағамдарға, сіздің шектік флораларыңыздың бәрі қалыпта болады екен. Так, енді біз неге осы қатты шекке көп көңіл бөліп кеттік, білесіздер ма? Себебі мынау айтады ғой, бүкіл терде пайдалы болып жатқан, бүкіл аллергиялық процесстер, бүкіл терде болып жатқан неше түрлі проблемалардың барлығы в основном осы шектен басталады. Дыряве дейді ғой, тесік шек синдромы деген нәрсе бар. Тесік шек синдромы. Яғни бала болсын, басқа болсын, қолымыздан келген инфекциялар, тағаммен келген инфекциялар. Мысалы, аскарида дейді ғой, аскариданың барлығы, жұмыртқаларының барлығы адам ағзасына келеді, баяғыда биологиядан оқитын ек қой. Шекке барады, шекте жарылады, ол личинка шекті теседі дейді, шекті прямо теседі, шекті тесіп қанға өтеді. Қаннан ары қарай ол
өкпеге өтеді, өкпеден альвеоласын тесіп қақырық болып шығады, қақырық ары қарай бір шама бөлігі асқазанға қайтадан түседі. Кәдімгі здоровый бір айналыммен түсіп, қайтадан сол жерде размножаться етеді дейді. Представляете, қаншалықты осындай процестің барлығы жүріп жатыр. Балада болсын, шағада болсын, басқада болсын. И соның ішінде қазіргі таңда ең дабыл қағатын нәрсе өттің проблемасы, өттің проблемасы барлығында да бар. Ал өтте застой болатын болса, өтте жаңадай жұмысының іркілісі болатын болса, обязательно ол лямблез қалып келеді дейді. Лямблез. А лямблез второстепенный вообще страшно проблемаларға, страшно аллергетикалық, аутоиммунный проблемаларға алып келуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде осы күнделікті істеп жатқан бағыттардың барлығына өте абай болу керек екен. Соның барлығы міне болмайтын нәрселер ғой, қарап тұрсаңыз. Қантты жаңадай өнімдерді көп қолдану, біздің қазіргі таңда тәтті сусындарды көп қолдану, фастфудтарды көп қолдану, Так, келесі нутрицептикалық қолдау дейді. Яғни осындай биологиялық белсенді заттармен емдеу процесінде бірінші ол кверцетин табиғи антигистаминный препараттарды. Оған қазір тоқтала кетеміз, қандай өнімдер екен. Омега-3 қабынуға қарсы өте жұмыс жасайды, балықтың майы, цинк, Д дәрумені, С дәрумені иммунитетті реттейді, және де ең маңыздысы осы пробиотиктер, ішек саулығына арналған. Оны да сіздерге қазір төменгі слайдтарда түсіндіріп өтемін. Так. Енді аллергия триггерлері не нәрсе ол аллергияға? Бірінші маусымдық тозаң. Мен енді есімде дәл осы уақыттарда кеше бізге де сұраныс түсті да, уже аллергиялық маусымдық аллергиялар басталып жатыр, осы тақырыпта кішкене сөз қозғаңыздар деп. Мен есімде осы соңғы 2-3 жыл, 1 жыл болды, бұл нәрсе қайталап жатқан жоқ, 1 жыл, 1,5 жылдың көлемі. Но алдыңғы 3 жыл, 4 жылдың көлемінде менде осындай сезонный аллергия болатын тұғын. Яғни мұрын бітеледі, көз жасаурайды, көздің мына жердің бәрі ірің сияқты нәрселер толады, жөтел сияқты, в общем, басталады, пышылдау, пысқыру, түшкіру деген нәрселер. Оны мен бұрындары бір неден тауып алғам. Білмеймін, неден табылғанын, именно сол жол жүріп, үлкен 3 күндік Маңғыстаудың бір жол жүріп, сол жерде таптым да, сол нәрседен құтылдым мысалға да. Сөйтсем, именно сол кишечная флора екен ғой. Потому что кишечная флора жұмыс жасамаса, өт застой болса, жұмыс жасамаса, запор пайда болады. Запор пайда болғаннан кейін, естественно, манағы бүкіл уыттың барлығы, бүкіл патогенді кишечный флораның барлығы уже шекті тесіп шығады деген сияқты. Түсіндіңіз? И триггерлері маусымдық тозаң, үй шаңы, зең, шаңды бірден сезіп қойды ондай кісілер. Бірден бір жерде сыпырып атса, басқаға батса, сезіледі да, и тыныс жүйесінің бәрі бітеліп қалады. Косметика, парфюм, иммун жүйесін әсер ететін ұйқы тапшылығы, стресс, токсиндер. Яғни ұйқының да бұзылысы міндетті түрде сол аллергияның триггерлеріне не қылады? Стресс, токсиндер. Так. Уже 18 минут уақыт кетті, тезсіз болайық. Яғни антистресс және ұйқының рөлі дейді. Ұйқы өте маңызды, білесіздер. Ұйқы қазіргі таңда бүкіл процестердің барлығын шешетін және де күнделікті болған токсин уыттардың барлығын жуып шайып тазалайтын, былайша айтқанда детокс процесс қой. Ұйқы, мелатонин, иммун жүйесінің регуляторы, стресс. Білесіздер, ұйқы осы 10 менен 12-1-дің төңірегінде бүкіл сіздің күні бойы жинаған токсиндеріңіз ұйқы кезінде шығады дейді. Егер де осы уақытта ұйықтамасаңыз, 2-3-те ұйықтайтын болсаңыз, ертеңгі күнде міндетті де ісіп тұрасыз. Хоть сіз 10-11-ге дейін ұйықтасаңыз да ісіп тұрасыз. Неге? Сізде бүкіл токсиннің барлығы бойыңызда қалды. Яғни ерте ұйықта деп айтатын сондықтан. Сосын стресс. Адам бір көңіл күйі болған кезде, көңіл күйі түскен кезде кортизол көтеріледі. Уже кортизол дегеніңіз тоже самый иммунный дисбалансқа тигізеді. Сол үшін йога, медитация, тыныш жаттығулар, гистамин деңгейін төмендететін процесстер
көп көңіл бөлу керек екен. Оны да қазір шешімдерін сіздерге айтамыз қазір. Так, аллергияны емдеудің интегративті жолдары дейді. То есть иммунотерапия, биорезонанс терапиясы, қан анализі арқылы жеке аллергенді анықтау. И дальше кетеміз. Детокс, протоколдар, бауырды тазалау, ішекті тазалау, бүйректі тазалау, пробиотик деген сияқты нәрселердің барлығын қолданамыз. Оны қазір бөлсеміз сізге не ішетіндерімізді. Так, сезонға дайындық жоспары дейді. Енді көп деген кісілер ойлайды да былай. Мен сразу келдім, бір нәрсені іше салдым, микробиотимді дұрыстай салдым, ішектің микрофлорасын дұрыстаймын деп. Нет, жоқ, өкінішке орай. Сезонға даже сезон дейді ғой. Именно сол сезонный аллергияның алдын алу уақыты бойынша 3-6 ай бұрын дайындалуыңыз керексіз. Тем более қаншама емдік дом, қаншама өзіңіздің бойыңыздағы біраз ем-домдардың барлығын 3-6 ай бойы дайындауыңыз керексіз. Яғни микробиомды қалпына келтіру керекпіз. Микробиомды. Бізде айтамыз ғой, первый этап деп нағып, неге осылар соншалықты соған қатып қалды дейсіздер? Почему? Потому что біз осы микробиомды, ішек микрофлорасын, ішектегі процесстерді, уыттарды, токсиндерді, тяжелый металдарды тазалап дайындаймыз. Себебі олар дайын болмаса, сіз қаншалықты тонналап тұрып ем жасасаңыз да, тонналап тұрып ем қабылдасаңыз да, миллиондап тұрып ем қабылдасаңыз да, ол далаға кетеді. Түсіндіңіз? Нутрицептикалық қолдау, триггер тағамдарды алып тастау, иммун жүйесін реттеу и стрессті басқару. Так. Қорытынды, сезонның аллергия бұл тек мұрынның ағуы емес, ағзаның сигнал беруі. Симптом ғана емес, тамырын емдету керек дейді. Интегративті тәсіл иммунитетті күшейтіп, өмір сапасын арттыру дейді. Енді қараңыз, жаңа айттық қой, ең бастысы біздің бақылайтын нәрсеміз, ең басты 3 нәрсе екен ол, сезонный аллергия кезінде. То есть ең бірінші жаңа айттық, ол желчегонный, желч, өт жұмысын жақсартуымыз керекпіз. Ең бірінші өттің жұмысын жақсартуына дұрыс жидкость, дұрыс су ішу әлбетте кіреді ол. Потому что өт қашан қойылады, жидкость жетіспесе, сол үшін су ішу. Күнделікті біздің 1-1,5-2 литрге дейін су іш деп айтатынымыз сондықтан. Су. Екіншіден ол әрине май. Май дейді ғой. Өйткені май таңертең тұрған кезде бірінші очередь су ішіп, мен өзім сөйтем. Сіздерді білмеймін қалай істейтіндеріңіз. Су ішем, портативті фильтрден обязательно. Біреуін ішіп аласың. Сосын бір шама уже түсініп болғаннан соң, завтракке отырған кезде обязательно бір тілім маймен, наммен бастайсың. В основном гхи май деп айтады, күйдірілген май, немесе болмай баратса, кәдімгі май жей берсеңіз де болады. И үшінші не? Таңғы жаңағыдай немесе су ішіп, мынау жүріп кетем, таңғы аш қарынға жүру дейді ғой. Сосын барып уже ең бірінші завтракты сол майдан бастаймыз. Почему? Потому что бүкіл түні бойы жиналған өт таму керек, өт ағу керек. Вот солмен бірге бүкіл процесс жаңағы нәрсенің барлығы залалсызданады екен. То есть бүкіл паразитарный проблемалар, бүкіл жаңағыдай грибковый проблемалар, ішек микрофлорасы дейді, соның барлығы. Екінші нәрсе ол әрине пробиотики. Ол туралы да қазір қозғаймыз. И үшінші нәрсе ол витаминный группы Б дейді. Оны да қазір қозғаймыз. Яғни ең бірінші айта кететін нәрсе әрине ол Black Wave. Сіздерге көбінесе не қылатын. Почему? Потому что Black Wave именно ең бірінші маған ұнайтыны, ол как желчегонный жұмыс жасайды. Желч, бүкіл өт, бауыр жолдарын тазалайды. Мынау асқазан, ішек жолдары. Сосын лимфосистемаларын тазалайды. Сосын терін тазалайды. Детокс, мынау слизистый оболочкалар тазалайды. То есть 5 этапта тазалайды. Соның ішіндегі ең бірінші ол әрине фолиевая гуминовая кислота. Мына жерде қазір сіздерге көрсетейін. Именно ең қажетті нәрсе екен ғой осы Black Wave дегеніңіз.
Потому что бүкіл ағзаның ішіндегі манағы біз айтып жатқан тяжелый металл, ауыр металл, неше түрлі уыттар, неше түрлі бактерия, паразит, грибок дейді, басқа дейді, солардың уыттарының барлығын. Және де соларды өлтіріп емес, именно өмір сүру ортасын қолайсыздандырады. Түсіндір алдың ғой, өмір сүру ортасын қолайсыздандырады. Неге? Өйткені Black Wave-тің pH-ы 8.5 біріншіден. Ал 7.5 среданың өзінде ешқандай паразиттер сіздің ағзаңызға тұрақтала алмайды. Есіңізде болсын. Түсіндіңіз? Екіншіден бұның ішінде жаңа тұр, магний гидраты бар. Ол әрине именно мынау бас ми, қан тамыры, стресс, басқаның барлығын қалыптастырғанмен қоймай, именно өттегі оттокты, өттің ағуын, өттің жаңағыдай жүруін, өттің дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. Ең бірінші. Әрине одан кейін мына фолиевая гуминовая кислота, ол не только бүкіл манағы айтқан токсиндерді манағы 5 органнан тазалап қана қоймай, клеткалық деңгейде әрбір клетканың мембранасынан өтіп, клетка ішілік токсиндердің барлығын шығарады екен. Представляете, сол үшін де бұл енді бір былайша айтқанда именно детокстардың ішіндегі феномен деп айтса да болады. Дальше дигидрокварцетин, ол тасымалдау, білесіздер, қайыңның шайыры дейді в основном. И инулин цикария деген именно манағы кишечный флораға арналған пребиотик екен. Пребиотик. То есть, мана айттық қой сіздерге, пробиотик ішу керек, пребиотик деп тұрғаныңыздың барлығы осы қалыпты кишечный флораның мықты тағамдақ формулаларын тағамын қамтамасыз етеді екен. Күшейтеді. В общем, сіздің жақсы бактерияларыңыздың барлығын күшейтетін мықты формула. Black Wave өнімін сол үшін де ең бірінші біз мынау пациенттерге бастайтынымыз сондықтан. Бірінші очередь Black Wave-тен бастайтынымыз. Неге? Өйткені сіздің ішек микрофлораңызды дұрыстамай, тазаламай, қалыптастырмай, қалыпты кишечный флораны дұрыстамай, сізге мынау витамин, басқа нәрселердің беріп, бұл бесполезно. Почему? Потому что сіздің ішіңізде отырған бүкіл лямблясы бар, басқасы бар, құрты бар, бактериясы бар, барлығы на витаминмен қоректендіресіз просто. Витамин B1, B12, B6 дегендерді кімдер лямблялар жақсы көреді, қоректенеді. Неше түрлі бактериялар қоректенеді, неше түрлі жағдай құрттар қоректенеді. Сол үшін де құр бет алды ақшаның бәрін унитазға жіберместен алдын, именно осы Black Wave-пен и мынау портативті фильтрлермен бірінші этаптағы и манағы біздегі D3 дегендермен кірсеңіз, бүкіл есіктің бәрі ашылады. Хорошо? Ішу тәртібі тоже 25 миллиграммнан күніне 2-3 мезгіл 200 грамм суға араластырып, тамақтан жарты сағат алдын ішкіземіз. Кемі 1 ай, максималды 3 ай. Сіздің неңізге байланысты. Әрине, кишечный флора забитый, кишечный флора 5 жылдап, 10 жылдап забитый болып қалатын болса, әрине ол 1 ай ішуге болмайды. 3 ай кем ішу керек ондай кісілерге, чтобы полный ішектің барлығын дұрыстау мақсатында. Так, сразу екіншіге мынаған не қыла салайын, портативный фильтр, не бұл? Бұл манағы біздің айтқан Black Wave-пен бірге жүретін, мүмкіндігінше бірге жүретін құрылғы. Неге? Өйткені жаңа біз айттық қой, ең бірінші адамға қажетті, еміне қажетті. Екі нәрсені айттық қой. Улучшить кишечную флору. Перестать их кормить дейді. То есть, жаңа айттық қой, ең бірінші очередь мына желчатокты улучшить ету керек, сосын ЖКТ-ны дұрыстау керек, и ең басты нәрсе ол жаңағы оның паразит, грибок, бактериялардың, іштегі патогенді кишечный флоралардың өмір сүру ортасын қолайсыздандырғанмен қатар, оларды кормить етуді тоқтату керек. Ол өте маңызды.
Себебі мен байқаймын, біреулер өнім ішіп жүреді дағыны, и параллельно тәтті, параллельно газировка, параллельно энергетик, параллельно чай, макси чай деген нәрселер ішіп жүреді. Сонда не пайда? Ол уже пайда емес, сіз ішкен өніміңіздің барлығын опять далаға лақтырып жатсыз. Почему? Потому что сіз манағы іштегі триггерлерді, іштегі бүкіл процесстердің түп тамырындағы жатқан себептерін күшейтіп жатсыз қайтадан. Соларды питать етіп жатсыз, оларды күшейтіп жатсыз. Олар күшейгеннен кейін, естественно, сіздің өніміңіздің 70-80%-ын просто жойып жібереді. Сол үшін де ең бастысы бұл тұста су ішу тәртібін қолға алу. Бірінші, екіншіден, манағы айтқан тәтті, мучной, фастфуд, сосын не бар, быстрый углеводтар, крахмал, чипсы, фри, көп қой, нешетті нәрселер, солардың барлығын доғару, солардың барлығын не қылу. Потому что сол тізілген тамақтың барлығы именно патогенді кишечный флораның ең сүйікті асы, ең күшейтетін. Оларды сіз күнделікті тұтынатын болсаңыз, әрине бүкіл іш-жүйеңіздің барлығы күл қоқысқа, манағы айтқан бактерияларға, манағы айтқан күрт құмырсқаға толы болады. Түсіндіңіз? Сол үшін де ең бірінші сол оларды қоректендіруді тоқтату керек екен. Дальше мінекей суға кеп тоқтадық. Судың құрамында білесіздер, бұл pH 7,5, то же самый адам ағзасын окислительный стресстен шығаратын, қышқылды стресстен шығаратын ең былайша айтқанда тегін өнім ғой. Тегін. Манағы Black Wave-мен қатар портативті фильтрді ішетін болсаңыз, біріншіден өттің жұмысы жақсарады, екіншіден қанның құрамындағы бүкіл шелочқа айналдырады, енді шелочқа. Үшіншіден манағы Black Wave, как порошок сияқты деп айтамын да мен. Порошок сияқты бүкіл бойыңыздағы кірдің барлығын езіп, жуып, қанға шығарады, қаннан іліп алып, қайтадан жуып шайып кететін, ол су ішу тәртібін қолға алу керек. Дальше, бұның ішінде білесіздер, коллоидный серебро деген бар, ол тоже самый бүкіл паразитарный проблемалар, паразитті личинкалардың барлығын залалсыздандыруға өте күшті әсер береді екен. Жаңа бір нәрсені таппай қалдым, сол айтайын деп болсын. Бір күшті нәрсе есіме түсіреді. Кейін айтарым. Так, бұл фильтрмен де күнделікті 5-6 бөтелкеге дейін су ішу керек. Өйткені бұның да құрамында манағы айтқан бақыттың барлығы бар. ОПВ -100 мысалы, я. Так, үшінші нәрсе, третий. Мінекей, енді судың нелері бізге қажетті ең басты. Ол әрине D3 ғой, D3. Потому что сезонный аллергияның басты бір ең основной бір причиналарының бірі де ол D3-дің төмендігінен де болып жатады дейді. Түсіндіңіздер? Неге? Өйткені D3 жетіспесе, D3 төмен болатын болса, то же самый ешқандай ағзада процесс жүрмейді. Ешқандай ағзаға мынау витаминный немесе детокс программа, в общем, процесс жүрмейді. Ем болмайды. D3 төмен адамға тонналап ем жүргізсең де жүрмейді дейді. Сол үшін де көптеген мықты дәрігерлердің именно D3-ден бастайтыны сондықтан. Я? Сол үшін D3 тоже самый 4 рет, 5 рет тілдің астына прямо себесіздер. Өйткені бұның құрамында MST масласы бар, кокосовое масло, короткий. Неменен бірден клеткаға енетін. Ояқпен айналып, шекпен айналып жүрмейді. Бірден клеткаға моментально енеді. Сол үшін де бұл D3 маймен әрекеттесіп, май жеп, сосын барып сіңіп жүрмейді. Бірден кіретін D3 тез эффект береді, тез адамды жандандырады, тез энергия береді, тез процесске кіреді. Сол үшін осы тілдің астына кішкентай балдарға 1 рет, үлкендерге 5 рет себесіздер. Так, келесі, ол әрине мынаған міндетті түрде тоқталу керек. Так, қайсы еді? Так, мінекей. Иммун бустер. Неге? Өйткені иммун бустердің құрамында 10 түрлі грибы бар, саңырқұлақ. Білесіздер, 10 түрлі саңырқұлақ. Бұл саңырқұлақтардың әрқайсының
құрамына кіріп көріңіздерші. Өйткені оның 5-еуі кардицепс, әлемдегі королевский саңырауқұлақтар. Кардицепс, рейши, маитаки, шиитаки, львиная грива дейді. Просто для интерес кіріп көріңіздер. Қаншалықты микроэлементтер бар, макроэлементтер бар. Кальций, магний, цинк, селен. Мысалға, селенге келіп тоқтайтын болсаңыз, селен жетіспесе, ол автоматом аллергиялық процестерге тудырады екен. Мысалға, ол да бір жаңа аллергиялық, сезонный аллергияның мынау туындауына алып келеді. Тем более ол қалқанша безінің проблемаларын алып келеді деген тәрізді. Сол үшін де осы иммун бустер құрамында не только біз айтамыз ғой, мужской проблемаларға мықты энергия береді, қуат береді, тестостеронды көтереді, анау мынау деген сияқты. Онымен бөлек бүкіл микроэлементтерін қамтамасыз етіп, как противогрибковый, противопаразитарный и противовирусный жұмыс жасайтын қызметі бар екен бұл өнімде. Түсінікті? Сол үшін де, тем более мынау ішіндегі львиная грива деген грибы именно манағы айттық қой, стресс, депрессия, мазасыздық, ұйқысыздық, Альцгеймер, Паркинсон, деменция деген ұмытшақтық сияқты сондай аурулардың алдын алатын және еміне қолданады екен осы иммун бустердің ішіндегі манағы саңырауқұлақтар. Сол үшін де бұл капсуланы 2 капсуладан күніне 2 мезгіл, енді максималды кейбір уақытта 3 мезгілден тамақпен бірге қолдануға болады. Мен енді арасында профилактикалық доза 2 мезгіл, 2 капсуладан 1 мезгіл, лечебный доза 3 мезгілге дейін қолданып отырамын. Так. Ал енді ең основной, ең мощнейший и бағаламайтын продукт қой, былайша айтқанда. Неге? Өйткені жаңағыдай кез келген, біз айттық қой, ең үлкен ауру сырқаулардың 100% аурудың 70-80% осы ішектен деп айттық. Постоянно айтамыз. Ішек бүкіл процестің барлығын жүргізетін. Бүкіл неше түрлі аурулардың түп тамырында жатқан осы ішек. Өйткені 70-80% иммунитет ішекте жатыр деп айтады. Және де 70-80% неврологиялық, нервтік жүйесі ішекте жатыр. Сіздің не ішіп, не жейтініңізге, сіздің қай кезде ұйықтап, не ойлайтыныңызға дейін сіздің ішегіңіз диктовать етеді деп айтады адамдарға. Потому что ішектегі микрофлора қандай, адам сол жүйеде тамақтанады, сол жүйеде ойланады и сол жүйеде реагировать етеді. Сол үшін де әлбетте ішекте микрофлорасы, патогендік кишечный флорасы толы адам ешқашанда здоровый питание жей алмайды. Здоровый көкөністер жей алмайды. Здоровый пайдалы нәрселерге үйір болмайды. Именно кишечный флорасы толып қалған, неше түрлі құрт құмырсқаға толған адам, ол тек қана фастфуд, тек қана тәтті, тек қана энергетика, горилла, чай, нан мен кола деген сияқты нәрселерді ұрып отырады постоянно. Почему? Потому что ішек микрофлорасы быт шығып кеткен. Ол түптің түбінде 3-4 жылдың көлемінде неше түрлі аутоиммунды процеске кетіп бара жатқан адам деп айтсақ та болады. Сол үшін де именно мана айттық қой, бүкіл сезонный аллергия тұрмақ, басқа да ауру сырқаулардың ең басты себебі осы кишечный флораны дұрыстау. Сол мақсатта мықты мамандар, мықты осы аллергологтар, мықты осы диагнозды емдейтін дәрігерлердің көбісі пробиотика өте көп маңыздылық артады. Бір қуанарлығы, бір кереметтілігі, біздің пробиотикке жететін пробиотик жоқ қой, патенттелген. Себебі айтады ғой, барар сіздерге айттық, неше түрлі айран, кефирмен баратын өнімдер бар жаңағыдай, неше түрлі максилин, басқа деген сияқты. Қаншақты сіз ауыз қуысымен жіберетін болсаңыз да, оның 70-80% осы асқазанның сөлі, 12-ліктің сөлімен өліп қалады екен. Сол үшін де көптеген именно осы бактериялардың, бифидобактериялардың штамдарын через ректально ұрып жатады, басқа ұрып жатады. Мынау капсулалардың бір кереметтелігі двойной капсуламен қапталған, именно капсуласы патенттелген дейді. Бір капсула асқазанда ериді, қалған екінші капсула дәл сіздің ішегіңізге барып ериді. Жаңа айттық қой, бүкіл флораны бәрін тазалап, сыпырып, сиырып, қопсытып, аударып болған соң, пожалуйста, мынаны бір
3-4 айға ішіп жібересіз, бүкіл кишечный флораңызға дәнді дақылды, қалыпты кишечный флораның несін егіп тастайсыз ғой, былайша айтқанда. Ал кишечник мықты болатын болса, ешқандай ауру дамымайды и жазылмайтын ауру болмайды, сіздерге айтайын, кишечникті дұрыс ұстайтын болсаңыз. Сол үшін де біздегі BioWave капсуласы ол вообще на весь золото деп айтсақ та болады, алтынға тең. Сол үшін осы жақында бізде бұл 5 капсула, 4-5 капсуласын алып, семьямызбен тағы бір ішіп алдық. Осы именно көктемгі кезде. Өйткені бәрібір поддерживать етіп отыру керек кишечный флорадағы қалыпты бактерияларды. Бұлша айтқанда, қазақша айтқанда тірі бактериялар ғой. 40 мың бір капсуласында 40 мың миллиард штамы бар. 40 мың миллиард десантник бар деген сөз. Бактерия бар. Оның барлығы сіздің ішіңізге енгеннен кейін бүкіл кишечный ішектің флорасын қамтиды тағына, күл қоқысы бар, басқасы бар, жаман бактериясы бар, бәрін қуалап шығарады, тазалап шығарады. Сіздің былайша айтқанда ағзаңыздың тазалықшылары ғой. Ағзаңыздың тазалықшылары. Ағзаңызды тазартып, қалыптастырып отырады. Өйткені әр адамның, арық адамның өзінде 3 килограммға дейін, 2,5 килограммға дейін шлак жатады екен, шіріп жатады аның ішінде, қатпар-қатпарында. Оның барлығын тазалайтын именно осы қалыпты жақсы бактериялар. Бифидобактерия, лактобактерия деген. Бұны да мінекей 2 капсуладан күніне 2 мезгіл ішуге болады, 3 мезгіл ішуге болады, тамақпен бірге. Сонымен кемі бізге айтты, 4 ай ішіңіздер деп, 3-4 айдың көлемінде ішіп шықтық. То есть сіздің ішегіңіздегі флораны, ішектегі проблеманы 1 айда, жарты айда, 2 аптада қалыпқа келтіруге болмайды. Ішектегі микрофлораны арнайы мамандар 1,5 жыл емдейді, естеріңізде болсын. Сол үшін де осы өнімді де манағы этаппен алып келіп, 3-ші этапқа қосып жатқаны біздің дәрігерлер специально қосып жатыр. Кемі 3-4 айдың көлемінде жақсылап тұрып ішіп шықсаңыз, вообще ішегіңіз мықты болады. Хорошо? Енді жаңа айттық қой, антибиотик қабылдаған адамдардың осы сіздің 4 жылдап жинаған егістік, 4 жылдап жинаған кишечный флораңызды қырып тастайды. 4 жыл артқарлықтырып тастайды деп. Сол үшін де осы ішектегі флораға жаныңыз ашитын болса, әрине антибиотикке жоламаған абзал. Так, жақсы келе жатырмыз. Так, келесі ол әрине бізде мынау Happy Wave. Happy Wave өнімі. Happy Wave'ке не үшін тоқталдым? Себебі Happy Wave өнімінде мынау не дейді ғой? Кез келген адамда, қандай адамды алатын болсаңыз да, анализін тексеретін болсаңыздар, B1, B12, B6 деген витаминдер төмен болады екен. B9, B12 если жетпейтін болса, то кишечникте ешқашанда жазылу процесі жүрмейді дейді. Кишечникте. Сондай, именно арнайы мамандардың сондай дабыл қағуда. Именно, потому что в общем, B9, мынау B1, B6, B12 деген витаминный комплексіз сіз ішектің микрофлорасын жақсартын деп ойламаңыз деген сөз ғой. Сол үшін вот именно сол комплекстердің барлығы біздегі Happy Wave'тің ішінде бар. Happy Wave. Және де бұның ішінде спирулин сығындысы бар. Спирулин сығындысы, білесіздер, о то же самый детокс, то же самый тазалайтын продукция. 3 этапта. Бұрындар айтатын тұғымыз, 3 этапта тазалайды, ішекті, микрофлораны қалыптастырады, питание береді, биофлавоноид, жаңағыдай жасыл балдыр, және де мынау ішектен қатар лимфосистемасын бәрін тазалайды деп. Және де бұның ішінде топинамбур бар. Топинамбур ол бүкіл тоже самый, как пребиотик жүреді. Бүкіл мынау асқазан асты безін реттейді, сахарный диабет, сахардың көтерілуін реттейді. Және де ішінде CBD,
мицеллийленген CBD. Білесіздер, ол да мынау кишечный флораға да, именно бас ми, қан тамыры, олардың барлығын бөлек қойған кезде, ол да кишечный флораға өте жақсы көмегін тигізеді екен. Сол үшін именно осы комплекстердің ішіне Happy Wave'ді де қосып жергенім сол үшін. Бұны ішу тәртібі, мұны 25 миллиграммды, то же самое, мынандай 200 грамм суға қосасыз дағыны. И бұны да күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл тамақтан кейін немесе жатардан кейін қоссаңыз болады. Мінекей, мынау мысалы осы Happy Wave. Мынадай болады. Так, келесі. Әрине қазіргі таңда бізде керемет акция болып жатыр, компанияда. Вообще мынау акцияға енді өте керемет шығарылған. То есть манағы Black Wave қара толқын өнімімен және Happy Wave продукциясын алатын болсаңыз, 3 бірдей Ion Wave деген продукцияны сыйлыққа беріп жатыр. Почти бұл 20 000 теңгенің былайша айтқанда подаркасы ғой. А Ion Wave деген ол не? Именно манағы айтып отқан сильнейший антиоксидант, сильнейший мынау жаңағыдай детокс продукция, то же самое, қалқанша безді реттейді, противовирусный, противогрибковый, противопаразитарный, то же самое, ошелачивать етеді, потому что pH жетті без, из-за этого ошелачивающий бомба деп айтады. Сол үшін осы комплексіде қазіргі таңда өте жақсы тұтынушыларға өзімізге қатты ұнап жатыр. Осы өнімді алсаңыздар болады. Тем более Ion Wave ол ішінде білесіздер, мынау не бар? Сибирская пихта бар. Сибирская пихта ішінде жаңағыдай черника, черная смородина деген нәрселер, олардың барлығы тоже самый именно осы аллергендер, токсиндерді, паразиттерді, кишечный флорада болып жатқан процесстерді реттеуге өте қатты жақсы жұмыс жасайды екен. Так, негізі бізге берілген 1 сағаттың көлемі. Мен, по-моему, бір 50 минуттың ішінде барлығын былайша айтқанда тізіп айтып шықтым. Енді давайте бір 5-10 минуттың көлемі сұрақ жауапқа тоқтайық, дальше эфирді сақтаймыз. Хорошо? Қай жерін түсінбей қалдыңыздар? Недей жер сіздерге кішкене түсініксіздеу болып қалды? Қорытындылай келгенде, бүкіл аутоиммунды, бүкіл аллергиялық процестің түп тамыры ішекте орналасқан. Ішекті реттейсіз, бүкіл жаңағы нәрсені реттейсіз. Аллергиялық ауруды реттейсіз. Ішектегі проблема дегеніңіз паразит, грибок, патогенный кишечный флора, басқа деген тәрізі. Ал ішекті реттеу үшін сол ішекті бұзып отырған бүкіл патогенді кишечный флораны тамақтандыруды доғарасыз дедік. Ол тәттілер тек жаңағыдай жақсы неге питание қаласыз дедік. 5 жасар балаға ішек құртқа дейді. 5 жасар балаға ішек құртқа не беріп жатырмыз? Манағы Black Wave'ді беріп жатырмыз. Black Wave продукциясын. 3 жастан жоғары балдар, мысалға, мынау суп, тәтті сусының орнына кішкентай осындайдың детский түрін әперіп қойыңыз. Black Wave ол бүкіл патогенді кишечный флораның бәрін реттейді, тазалайды. Бала тісін қышқырлатуды доғарады. Ішіндегі мынау паразиттердің барлығын өлтірмейді, бұлар түсініңіздер, өлтірмейді. Потому что егер бірден өлтіретін дәрі беретін болсаңыз, наоборот, 2 есе не болады? Не дейді анау? Уланады ағза. А бұл жерде жаңа айттық қой, бүкіл процестің барлығы реттеп, құрттардың өмір сүру қолайсыздығын тудырады.
Что такое CBD в Happy Wave? Это конопляное масло. То есть конопляның масласы ішіндегі уыт дейді ғой, мынау масаңды қапаратын нәрселердің барлығын алып тасталынған, кәдімгі емдік қасиетін алынған сондай бағыт. Так, почему по Happy Wave вопрос? Почему вкус меняется после третьей бутылочки от горечи сухой мяты до очень вкусной вкусняшки? Может быть, это от неден шығар? Как Йон Вейв не сияқты. Бізде де сондай. Не только у вас, у всех у нас такая вопрос. Бізде де болды. Ол неден болуы мүмкін жаңағыдай адамның вкусовой рецептор дейді ғой. pH-на байланысты болады мүмкін. pH-на. Потому что сіздің вкусовой рецепторыңызге и pH и басқаға байланысты вкус кішкене басында ащы болып келеді екен да, CBD да, кейін тәтті болып кетеді. Сондай. Өзі сондай екен. Паркинсон дейсіз ба? Паркинсон, то же самое, Black Wave, портативный фильтр. Бересіз D3 и дальше Happy Wave қоссаңыз болады. И әрине, манағы мен айтқан, мынау Bio Wave капсуласын қоссаңыздар болады. Потому что Паркинсон то же самое, мидың неврологиялық ауру ғой. Паркинсон, Альцгеймер, деменция деп айттық жаңа, ол туралы. Сол үшін біздің өнімдерді шетінен бірінші этап, екінші этап, үшінші этап қылып бере бересіз. Мынау Happy Wave өніміне қосылған CBD. Енді бұл өнімді ішкендер айтып жатыр ғой, мен сіздерге сразу отзывын айтайыншы. Мен қазір бұны тоқтатпаймын. Қайта-қайта біз алып ішеміз. Неге? Білесіздер ме? Өткенде біріншіден бұл как Black Wave жұмыс жасайды. Как Black Wave, как детокс, потому что ішінде спирулин бар. Детокс. И нейротоксин дейді. Мидағы нейротоксинді тазалайды. Из-за этого ЗПР, ЗЛР, НУРС, ДЦП деген диагноздарға қоса берсеңіз болады. Біріншіден. Екіншіден, как коллаген жұмыс жасайды екен. То же самое. Коллаген. Потому что спирулин тоже белок. 18 аминокислот ішінде. Как коллаген, беттің бәрін тартып, дененің бәрін тартып, арықтатып, кәдімгі іштегі жир, холестерин деген нәрсенің бәрін ыдыратады екен. Үшіншіден, бұл то же самое, как противовирусный, противогрибковый и асқазан, асқорыту жүйесін, манағы кишечный флораны реттейтін, как мынау биовейв ретінде де жұмыс жасайды. Почему? Потому что пребиотик топинамбур есть внутри. И, конечно, дальше, как неврологический, нервтік жүйені реттейтін, мынау баяғыда болатын еді ғой бізде, коллаген брайн деген, вот сол ретінде де жұмыс жасайды, потому что құрамында B1, B6, B12 витаминдері бар. Так что бұл ең крутой продукт деп айтсам да болады. Happy Wave. Түсіндіңіздер? Сол үшін бұл қазір постоянно машинеде болсын жүруді, анда-мында болса да, таусылып қалса обязательно алып аламыз да, кешқұрым уже осылай ішіп отырамыз. Ұйқыны да тыныштандырады. Көңіл күйді де көтереді. Я, сондай ғой. Ішті. Естеріңізде болсын. Негізі детокс продукция, Black Wave тәрізді детокс продуктілер ойбайлатып, мынау ішті бүктіртіп, қатты қоздырады. Детокс продуктілердің көбісі. Біздің Black Wave өте жұмсақ жұмыс жасайды. Сол үшін әрине құрт көп болатын болса, кішкене жайсыздығын тудырады. Мұны көрдіңіз ғой? 3-4 күннен кейін үлкен дәретінен үлкен түсініксіз құрттар шықты дейді. Яғни ағзаны тастап шығады олар. Өйткені настолько оларға жайсыз условияны тудырады. Түсіндіңіздер? Болады, 4-2 жасқа болады. Happy Wave.
Так, 9:54. 4-5 минуттың көлемінде қазір бізді эфир уже автоматом жабады. 1 сағат компанияның тарапынан 1 сағат уақыт берілген бізге. Запор деген нәрсеге бірінші очередь су ішу тәртібін қалыптастырыңыздар. Су ішу керек, бірінші очередь. Екіншіден жаңа айттық, өттің жұмысын дұрыстау керек. Өттің жұмысы екі фактормен дұрысталады. Бірінші су ішу тәртібі, қимыл қозғалыс, и таңғы уақытта май жеу, май. Кәдімгі сары май немесе гхи майды жейді. Өт майға не қылады? Томат дейді ма, не дейді? И, конечно, Black Wave, манағы айтқан Black Wave'тің ішінде тоже самый магний бар, өтті айдайтын желчегонный процесстер бар. Оларды тазалайды. А олар тазаланған соң уже ішек дұрыс жұмыс жасай бастайды. Запор деген сөз, ол бүкіл кишечник забиты, печень забиты, патогенді кишечник флораға деген сөз. Манағы бүкіл эфирді қайттан басынан тыңдап шығыңыз сіз. Я. Қонақтарға мохито бергенше, лучше мінеке бір газировкаге, асемайға араластырып қойыңыз да, вот қонақтарға қойып қойыңыз. Кәдімгі мохитоның дәмі тәтті, әрі ішеді, әрі тамақтары сіңеді, әрі ұйқылары тыныш болады, әрі ертең спокойно, ешқандай отексіз жеңіл тұрады. Түсіндіңіздер? Так, эфир сақталады. Жарайды онда, сау болыңыздар, баршаңызға. Ертең құрбан айт құтты болсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Қаншама адамның, қаншама жанның дән саулығына шығуына, жан саулығына шығуына, әлеуметтік саулығына шығуына себепші болыңыздар. Өйткені әр адамға бақытты, шаттықты, денсаулықты Алла тағала тек адам арқылы жібереді. Естеріңізде болсын. Бүкіл мүмкіндіктердің барлығын адам арқылы жібереді. Сол үшін де қаншама адамдардың осыншалықты мықты денсаулыққа шығуына, жай осы мықты информацияны естуіне себепші болыңыздар. Одан артық сіздерге бақыт, одан артық сіздерге сауап нәрсе жоқ. Хорошо? Что, сау болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Құдай қаласа, ертең Ташкент қаласында өте үлкен жиын болып жатыр, соған дайындалып жатырмыз. Егер де барып қалатын болсаңыздар, сонда жолығамыз. Сау болыңыздар.